Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дастарханыңыздың сәнін келтіретін дәмді әрі жұмсақ мини-торт десек те болады, кек-попстарды дайындайтын боламыз. Кек-попстарды кез келген бисквиттен дайындасаңыз болады. Мендегі рецепт бойынша жұмыртқаның ақ уызына қантты салып миксерлеп аламыз. Кейін сары уызына да қалған қантымызды салып миксерлеп аламыз. Кейін екеуін біріктіріп, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай көтеріп араластырамыз. Қопсытқышпен ұнды біріктіріп, електен өткізіп саламыз. Бисквитіңіз биік болып шығу үшін лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай видеода көрсетілгендей араластырамыз. Бисквитті кез келген формада пісірсеңіз болады. Мендегі форма диаметрі 24 см. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитімізді суытып, формадан шешіп, қолымыздың көмегімен үгітеміз. Бисквитімізді біріктіру үшін крем дайындаймыз. Сары майдың үстіне сгущенканы қосып, араластырамыз. Кейін бұл кремді бисквиттің үстіне құйып, біріктіреміз. Қолымыздың көмегімен кек-попстарды домалатып аламыз. Кейін үстіне шпажкаларды орнатамыз. Арнайы кек-попсқа арналған шпажка кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Немесе ағаш шпажканы да орнатсаңыз болады. Кейін 1-2 сағатқа мұздатқышқа салқындатып алуыңыз керек. Кек-попстың сыртын қаптайтын шоколадты дайындаймыз. Шоколадтың үстіне сұйық майды құйып, пардың көмегімен осылай ертіп аламыз. Еріген шоколадымызды осындай ұзынша ыдысқа құйып, мұздатқыштан алынған кек-попстарымызды бір-бірлеп малып, үстін өз қалауымызша безендіреміз. Дайын болған кек-попстарды 30-40 минутқа тоңазытқышқа салқындатып аламыз. Тіпті кек-попстарды тоңазытқышта жабық ыдыста 1 аптаға дейін сақтай аласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.